Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін гладильная досканың үстіне чехол тігетін боламыз. Бұл дак матасы бір жылдай тұрды менде. Енді басқа түсіне ауыстырғым келіп тұр. Ол үшін бізге дак матасы, одан кейін осындай 2 сантиметрлік резина керек. Бұл дак деген мата суды сындырмейді өзіне. Ені 180-100% хлопок. Түркияның Vela Home деген фирмасының матасы. 180 сантиметр ені, мен 1 метр алдым. Бізге 55 сантиметрдей кетеді. Бір гладильный доскаға осылай жайып қоямыз. Бұл енді ескі үстін алып тастаймыз. Осындай гладильная доска. Жазда бұйыртса спрей аэрозолмен ақ түске бояп алғым келіп тұр. Сапасы өте жақсы. Бұл гладильная досканың спреймен бұйыртса аппақ қылып аламын. Үстіне осындай губка. Алдында өзім губкасын жаңартқан болатынмын. 2 сантиметр қалыңдығы. Егер сіздердің губкаларыңызда тозған болса, жаңаға ауыстырып алсаңыздар болады. Енді гладильный досканы осылай төңкеріп қойып, сызып аламыз. Жан жағынан 6-7 сантиметр. Сіздердің жаңағы губкаларыңыздың биіктігіне байланысты шамамен осылай аласыздар. Менде 7 сантиметрдан шетіне алдым. Тігісіне осылай шет жағынан 6-7 сантиметрдан сызып аламыз. Неге сызып алдым. Енді осы сызықпен қиып аламыз. Енді осы бұрыш жақтарын осылай тігіп шығамыз, белгілеп аламыз. Сол кезде біздікі жаңағы бұрышы дөңгеленіп тұрады. Осылай көз мөлшермен бұрыш жағына осылай белгілеп аламыз. Қазір оны қалай тігісін көрсетемін тігін машинасында. Әзірше осылай белгілеп алыңыздар. Бір бұрышынан және екінші бұрышынан, одан кейін мына жағынан 4 жақ бұрышынан белгілеп аласыздар. Неге екі белгіні бір-біріне қосамыз, сол жерді булавкамен осылай түйреп қоямыз. Енді бас жағынан, қиғашынан қарай, ішке қарай тігеміз. Басында закрепка жасаймыз. Аяқ жағы осындай үшбұрыш болып бітеді. Осылай белгілеп алған 4 бұрышты да тура осындай етіп тігіп шығамыз. Енді шет жағынан осылай айландыра ішке қарай 1 сантиметр көлемінде ішке қайырып үтіктеп шығамыз. Енді жаңағы резинамызды алып, басына закрепка жасаймыз бірнеше рет. Одан кейін резинаны өзіңізге қарай тартып отырып, жаңағы үтіктегеннің үстіне қойып, осылай бір жақ шетін алдымен тігіп аламыз.
резинаны өзіңізге қарай тартып отырып тігуден қорықпаңыз. Сол кезде бізде жақсы складка болады. Өзіңізге қарай максималды түрде тартып тігеміз. Осындай қосылған жері бар. Жаңа мен резинам екі бөліктен тұрғандықтан екеуін ортасын бірнеше закрепка жасай отыра қосып алдым алдын ала. Сонында да закрепка жасауды ұмытпаймыз. Әзірше резинаны қимай тұра тұрыңыз. Қазір ең бірінші екінші жақ шетін тігіп алайық. Басында жаңағыдай закрепка жасаймыз бірнеше рет. Одан кейін барлығын түзулей отыра, резинаны тарта, осылай тағы да шетінен тігіп аламыз. Тура видеодағыдай қайталап тіксеңіздер еш қиындығы жоқ. Шығып тұрған артық жіптер болса, ішіне салып жібереміз резинаның. Осылай айландыра. Еш қиындығы жоқ, өте оңай жолы. Осылай шетінен отырып тігеміз. Ең соңына жеткенде закрепка жасаймыз. Артық жіптердің барлығын қиып алып тастаймыз. Одан кейін осылай артық резинаны да қиямыз. Енді осы екі жері осындай ашық болып қалмау үшін үстінен осылай бір рет жүргізіп шығамыз. Енді ескі гладильная досканың чехолын алып тастаймыз. Бұл бізде тұра береді үстінде осылай. Байлап қойсаңыздар да болады жылжымау үшін. Одан кейін осылай резиналарын астыға қарай тарта, осылай кигізіп шығамыз. Неге жан-жағынан тартып, әдемілеп етіп отырғыздық. Міне осындай болып шықты. Шеті осылай болып тұрады. Егер астына қарай тағы біраз қайырлығанын қаласаңыз, онда 6-7 емес, бір 8-9 сантиметрдей алыңыз жан-жағынан. Міне өте әдемі болып шықты. Маған өзіме қатты ұнады. Сіздерге ұнаса лайк баса отырыңыз.